Sosun. Türkü, Kaskır, Arslan. Sosun. Sosun, жақсылық. Сөйтіп бөлісіп жейді. Одан кейін екіншісінде не сұрайды? Я, Нұрдәулет. Жұрт баратқан еліне жамандық тастап көтерді. Содан кейін кездесіп, сол ішінде соқпартығып, оның дәмін алып, үстіңе жатып алды. Жақсылық үстіне шығып алып, ағаш үйдің астынан түлкімен Қасқыр Арстанды көреді. Я, Берекке, сосын. Олар не айтады? Олар не жейді екен олар? Олар етті жеп. Ай, оğlum. Neler biniyorsun? Suda ana jamanlığı mойнында suda oynuyor. Қалай байып кетіңдер шығайды. Жақсылық, қайда барған? Жақсылық кезеге барып байып кеткен екен. Жоқ, ол кезеге барып оның бір сопа тұр. Соны дәмін алып қарағанатып қалағандан сен судан үстіңе шығып алып жатқан қасқырмен түлкі Арстанды әңгімесін судан байып кетесің. Сен жамандық сол үйді көріп қалып, соның ішіне кіріп, өзі қарның ашып, өзі соны барына жымай қойып, үсті білдені атып алған. Ертегіде бізге не айтып тұр, Береке? Жамандық. Тағы? Жасағанымен жақсылық не жасапты? Жасады. Жақсы. Ертеде жақсылық пен жамандықтың бір күнінде екеуі аттарын жүгендеп, жол азығын түгендеп жолға шығады. Сөйтіп, тоқтамастан бірнеше күн жүреді. Жамандық өз азығын демде тауысады да, жақсылыққа былай дейді. Менің азығым таусылды, аштан өлмесем болды. Кел аға, үйдің көрістейік. Біздің азығымыз таусылды. Сенің атыңды қойып азықлайық. Енді маған пайдасы бола қоймас. Деген оймен жақсылықты жапан далада жалғыз тастап кетеді. Айдаладағы бір үйге кезігеді. Ішіне кірсе тірі жан жоқ. Бірақ ортада асылған ет толы қазан қайнап тұр. Ол бұл не қылған тамақ деп саусағының ұшымен дәмін татып көреді. Үйдің төбесіне шығып жатады. Бір кезде арыстан, түлкі, қасқыр лашыққа кіріп, шөу тамаққа отырады. Соң әрбір өзінің көрген білгенін айта бастайды. Алтын білген, соны қарауда жүрім. Ал не болсын, бір байды жоғыны күнде жеп кетем. Не ұстаған адамға бір жұмға берем. Бір байдың бір тоқтысы қарауда жүрген. Оның ауырып жатқан қызы бар. Соны кім жазса, байлығының жартысын берем деп айтқан. Қыз тоқтының бауырын жесе, жазылады деп айтқан. Жамандық мүләйімсіп. Мен сені жамандық қыламын деп, осындай жаман халге түсіп қалдым. Сен қалай бай, дәулетті болып кеттің. Қанда айтшы. Атаң қазақ. Аспен атты. Сен маған жаман ойласаң, мен саған жақсы ойласам. Мына жолына тікен жүрсе, артынан бір кезде шығады. Сол кездің ішінде бір ет асып, оны қақ жеме. Ол сасау ішінен дәмін тат. Үстіге шығалдап, астан түлкі қасқыр келеді. Соның әңгіме тыңдап, сол затты істе.
төбеге шықса, жамандық жатыр екен. Олар жамандықты бас салыпты. Жақсылығынан өмір сүріп, мақсат мұратына жетіпті. Жамандық жамандығынан қолға түсіп, қор болыпты.